Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Құрметті мұсылман бауырлар. Бұл ролигімізде Аллах Тағала үшін ең ұнамды сөздер туралы айтатын боламыз. Хадисте келгендей, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям, кім Аллаға және де ақырет күніне иман келтірсе, жақсы сөз сөйлесін, немесе үндемесін деген. Сондықтан да аузымыздан лажы болса Аллах сүйетін сөздердің шыққанына мән берейік. Құрметті біздің арнамыздың көрермендері, бастамас бұрын Аллах разылығы үшін ролигімізге лайк басып, достарыңызбен WhatsApp, Telegram сияқты мессенджерлерде және де әлеуметтік желілерде видеомыздың сілтемесімен бөлісіп, ұнап жатса пікір қалдырып жатсаңыздар жақсы болар еді. Себебі бұл роликтердің таратылуына үлес қоссаңыздар, Аллахтың қалауымен сіздерге сауап жазылады. Лайым солай болғай, және де өтініш болсын бауырлар, роликті соңына дейін көрсеңіздер. Ал біз бастайық. Аллах Тағала үшін ең ұнамды сөздер. Біріншісі, сендерге Аллах Тағаланың қай сөзді барлығынан артық көретіндігін айтайын ба? Ақиқатында Алланың ең сүйікті сөзі. Аллах кемшілік атауынан пәк, және ол барлық мақтауларға лайық. Оқылуы Субханаллахи ва бихамдихи. Екіншісі, кім бір күнде 100 мәрте Алладан басқа ешбір тәңір жоқ, ол жалғыз, оның серігі жоқ, мүлік оған тән және ол барлық мақтауларға лайық, сондай-ақ оның күш құдіреті барлық нәрселерге толық жеткілікті десе, ол онда 10 құлды азат еткендей сауап алады. Оған 100 жақсылық жазылады және оның 100 күнәсі кешіріледі. Бұл оған сол күнгі шайтаннан қорған болады. Осы жағдай кешке дейін жалғасады. Бұны содан көбірек жасаған кісіден басқа ешкім ол келтіргеннен абзалырақ нәрсе келтіре алмайды. Оқылуы لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Үшіншісі, кім бір күнде 100 мәрте Аллах кемшілік атауынан пәк, және ол барлық мақтауларға лайық десе, оның күнәлары тіпті теңіз көбігіндей көп болса да кешіріледі. Оқылуы Субханаллахи ва бихамдихи. Төртіншісі, Аллах пәк, ол барлық мақтауларға лайық, Алладан басқа ешбір тәңір жоқ, Аллах ұлы деп айту маған күннің нұры түсіп тұрған барлық нәрселерден де жағымдырақ. Оқылуы Субханаллахи вальхамдулиллахи ва ла илаха иллаллаху валлаху акбар. Бесіншісі, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сөздердің ішінде Аллах Тағалаға ең сүйкімдісі ол төртеу. Аллах пәк, Аллах барлық мақтауларға лайық, Алладан басқа ешбір тәңір жоқ, Аллах ұлы, осылардың қайсысымен бастаса да оқасы жоқ деген. Оқылуы Субханаллах, Альхамдулиллах, Ла илаха иллаллах, Аллаху акбар. Бауырлар, видеоны соңына дейін көргендеріңізге Аллах разы болсын. Арнамыздағы басқа да роликтерге мән беріп көрсеңіздер. Назарларыңызға рахмет. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.